Келесі суретте бірінші тапсырма. Суретте электр қозғалтқыш берілген. Төменде суретте көрсетілген электр қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін түсіндіріңіз. Электр қозғалтқыш бұл электр энергиясын механикалық түрдегі энергияға айналдыратын техникалық жүйе. Полный энергия жазып қойдым. Қандай қызмет атқаратынын осыны жазып алсаңыздар болады. Келесі. Суретте көрсетілген электр қозғалтқыштың негізгі бөлшектерін сәйкестендіріңіз дейді. Бізде ол статор, мынау бірінші бөлшек, ол статор деп аталады. Ал ротор, ол бізде төртінші бөлшек. Коллектор орамасы, ол бізде міне үшінші бөлшек коллектор орамасы, ал екінші бөлшек ол бізде қоздыру орамасы деп аталады. Келесі. Магнит өрісіндегі берілген нүктеге шексіз ұзын өткізгіштер тоқ күші 20 амперге тең 5 см арақашықта орналасқан өткізгішке 0,4 ньютон күш әрекет етеді. Нүктедегі магнит индукциясын анықтаңыз. Бізде яғни F тең I был синус альфа. Ампер күші бойынша. Енді синус 90 градуста ол 1-ге тең нақты. Сол себепті біз нерде синус альфаны алмай қойсақ болады. Осы жерден бұны қорытатын болсақ, ол F бөлінген IL болады. Яғни нерде I көбейту L. I мен L бір-біріне көбейтіліп тұр ғой. Ол F-тің астына бөлу болып өтеді. Дәл солай сан мәндерін оңай қорытсақ 0,4 Тесла болады. Полярлық сәулеленуге сипаттама беріңіз. Полярлық сәулелену жер атмосферасының ионосфера қабатында байқалатын жарқыл, полярлық шұғыла ғарыштан келетін жоғары энергиялы зарядталған бөлшектердің атомдар мен молекулалармен әсерлесу нәтижесінде пайда болады. Келесі. Төмендегі суретте циклотронның құрылысы көрсетілген. Циклотрондағы бөлшек иондар көзі орналасқан орталықтан тұрақты тоқ электромагнитінің шетіне қарай қалай қозғалатын анықтаңыз дейді. Бізде міне бағытын сақ қойдым, дәл осылай қозғалатын болады. Келесі. Циклотрон протондардың энергиясы 5 МeV энергиясына дейін көбейтуге арналған. Егер магнит өрісінің индукциясы 2 Тесла, протон қозғалатын орбитаның ең үлкен радиусын анықтаңыз. Бізде R тең mv бөлінген qv ғой формуламыз. Міне радиусты анықтаудың формасы осындай. Енді бізде қарасақ жылдамдық жоқ, қалған барлығы бар. Енді бізде бірақ энергия бар. Энергия бізде mv квадрат бөлінген кинетикалық энергия бойынша осы жерден v-ны табатын болсақ, төбірасы 2 бөлінген m. Мына осыны, мынау v-ны қорытқан v-ны апарып, мына жердегі v-ның орнына қоямыз и все. Бізде мынандай форма шығады. m көбейтілген 2e бөлінген m, яғни түбір астында бөлінген qv. Енді мына m-ді түбір астына квадраттап кіргіземіз. m квадрат болады. Сөйтті ол түбір астына кірген екен, мына жерде m-мен қысқарып кетеді. Сөйтіп 2em бөлінген qv қалады. Сан мәндерін орнына қойсақ 0,32 метр немесе 32 сантиметр деген жауапты жазсақ болады. Келесі. Біртекті магнит өрісінде индукциясы 0,5 Тесла болатын тоғы бар өткізгіш орналасқан. Өткізгіштің ұзындығы 4 метр, ол магнит индукция векторына перпендикуляр орналасқан. Оған 4,8 ньютон ампер күші әрекет етеді. Тоқ күшін есептеңіз. Өткізгіш мен магнит индукция векторының арасындағы бұрышты анықтаңыз дейді. Бізде ампер күші IBL синус альфа формуласы бойынша табылады. Бірақ енді айтып тұр ғой, өткізгіш мен индукция векторының арасындағы бұрышты анықтаңдар. Бізде магнит индукция векторына перпендикуляр өткізгіш сым. Яғни индукция мен өткізгіш бір-біріне перпендикуляр болып тұр. Сонда бізде 90 градус болады, арасындағы бұрыш синус 90 градуста 1-ге тең. Енді осы мына жердегі сонда синус альфа ол 1-ге тең болып кетеді. Бұны формулада жазбай қойсақ болады. Осы жерден бізде қараңыздар, айды табатын болсақ, мына жерде b мен l көбейтіліп тұр. Мына маған мына жерде I керек. Сонда мынау b мен l-дің көбейтіндісі мына F ампер күшінің астына бөлу болып кетеді. Сонда сан мәндерін орнына қоятын болсақ 2,4 ампер болады. Келесі. Нейтронның белгілі жылдамдықпен магнит өрісіне индукция векторына перпендикуляр енеді. Төмендегі суреттердің қайсында нейтронның траекториясы дұрыс көрсетілген? Ол бізде мына суретте дұрыс көрсетілген. Мынау енді бізде 5-ші сурет. Осы дұрыс болады. Келесі. Индукциясы 0,3 Теслаға тең магнит өрісіндегі 5 мегаметр секунд жылдамдықпен индукция сызықтарына перпендикуляр протон бөлшегі қозғалып келеді. Протонға әсер ететін күшті анықтаңыз. Бізде нақты qv синус альфа. Енді біздегі q заряд 1,6 оның 19, v 0,3, ал v деп отқанымыз 5 көбейту оның 6 дәрежесі. Енді осылай есептейтін болсақ, бізде 0,24 оның минус 12 дәрежесі ньютон болады. Бізде синус 90 градуста ол 1-ге тең. Келесі. Трансформатор жайлы мәліметтер берілген. Трансформатор дегеніміз ол кернеуді арттырып, төмендетуге және ауыспалы тоқ түрлендіруге мүмкіндік беретін қарапайым құрылғы. Трансформатор кім ойлап тапқан ғалым? Ол бізде трансформаторды Ресей ғалымы Яблочков ойлап тапқан.
трансформатордың тізбекте белгіленуі міне былай белгіленеді тізбекте, электр тоғының тізбегінде. Электр аспаптарда, радиотехникада және автоматикада және тағы да басқа құрылғыларда қолданылады трансформатор. Келесі. Берілген суретте трансформатордың екінші орамдағы 165 орамды төмендететін кернеу 250 вольттан 50 вольтқа дейін төмендейді. Оның алғашқы орамасындағы орам санын анықтаңыз. Яғни бізде мынадай трансформатордың формасы бар. N1, N2 тең болады U1 бөлінген U2-ге. Осы жерден бізде N1-ді табатын болсақ, ол пропорцияға U1-ді көбейтем N2-ге, оған U2-ні бөліп жібере саламын. Сан мәндерін орнына қойған кезде 33 болады екен. Бірінші орамасындағы орам саны. Келесі. Суретте көрсетілген бағытта электр тоғы орағыта ағып өткенде контурдағы магнит тілшесінің қандай бағытпен бұрылатынын анықтаңыз. Бізде S жоғары қарай бұрылады, ал N төмен қарай кетеді. Ал енді дене шынықтыру сабағында оқушылар қашықта жүгіруден төменгі нәтиже көрсетті. Айтады, уақыттың орташа мәнін есептеңіздер дейді. Бізде мынандай уақыт берілген ғой, жалпы орташа мәнді оны өздеріңіз білесіздер. Барлық қанша мына жерде 5 уақыт бар ғой, уақыттың барлығын қосамыз да 5-ке бөлеміз, сол кезде орташасы 11,6 секунд болады. Ал енді бізде абсолют қателігін табыңдар деген бірінші абсолют қателігін таппай тұрып, біз дельта Т1, яғни абсолют қателіктерін табамыз. Осылай есептейміз, яғни орташа мәннен Т1-ді азайтамын, яғни менің орташа мәнім 11,6 болды, 11,6-тан 11,2-ні азайтамын, ол менен 0,4 секунд болады. Дәл солай. Т орташадан Т2-ні азайтамын, 11,6-тан 11,4-ті азайтамын, ол да 0,2 секунд болады. Енді мен дельта Т орташа абсолют мәннің орташасын табатын болсам, мынау 5 мәнді қайттан қосам да 5-ке бөле салам. 0,4-ке 0,2-ні қосам, 0,6, 0,6-ға 0,1-ді қосам, ол 0,7, 0,7-ге 0,2-ні қосам, 0,9 болады. 0,9-ға 0,5-ті қосатын болсам, ол менде 1,4 болады. Дәл солай. 0,9-ға 0,5-ті қосам, ол менде 1,4 болады. 0,9-ға 0,5-ті қоссам 1,4 болады. 1,4-ті мен 5-ке бөлсем, ол менде абсолют қателігі 0,28 секунд болады. Келесі. Катушканың ішінде магнит ағыны 38 секунд ішінде 24 милливебрдан 50 милливебрға дейін өзгерген кезде индукцияның орташа электр қозғаушы күші 10 вольт болу үшін орам санын анықтаңыз. Бізде мынадай формула бар. Тең N дельта F бөлінген дельта Т. Мына минусты формулада қолданбай қойсақ болады. N тең болады E дельта Т бөлінген дельта F. Сан мәндерін орнына қоямыз. Как штик, дәл солай. Мына жерде F2, F1 болады, дельта F табатын болсақ, 50-ден 24-ті азайтатын болсақ, ол бізде 26 болады. 26 10-ның минус 3 болады. Дәл солай енді орындарына қойып есептейтін болсақ, 12.300 шығады. Дәл осылай есептейміз. Келесі. Осымен БЖБ талдау аяқталды. Егер БЖБ талдауыңызға каналға тіркел, лайк басып, қоңырау жасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.